Жақсы, енді біз бағанағы бетті жалғастырайық, осы датабейзді қолдану жайында. Енді келесі өте маңызды бөліктердің бірі, бұл осы мысалға сізде көп данныйлар тұрады, осыған ұқсас. Осыларды қалай мысалға фильтр жасаймыз. Фильтр дегенне өзіңізге қажетті ғана бөліктерді қалдыру. Мысалы, мынандай бізде 3 бала бар. Мен мысалға неткім келеді. Тек қана жезқазғанда туған балаларды көргім келеді. Ол үшін не істеймін? Мына жерде фильтр деген кнопканы басам, я. Одан кейін мына жерде қандай properties бар, солар ғана менде шығып тұрады. Мысалы, туған қаласы деймін. Сосын мынандай шығып тұр, көрдіңіз? Мен мысалы Жезқазған десем былай, Жезқазғандағыны ғана қалдырады. Жезқазған, сосын Алматыда туғандар десем, соларды ғана қалдырады. Алматыда ешкім жоқ екен. Немесе алып тастап, Жезқазған және Астана десем, Астанада ғана туғандарды, немесе Астана десем, Астанада туғандарды, немесе үстінде көріп тұрғандарыңызда туған қаласы дейді, is дейді. Ол, туған қаласы ол Астана. Немесе былай қалдыруға болады. Туған қаласы is not дейді. Емесе, туған қаласы Жезқазған еместерді қалдыр десем, Жезқазғанды алып тастайды, қалғандарын нетеді. Енді мынаны әртүрлі қалау керек. Туған қаласы бос, яғни мына жерде туған қаласы деген жерде ештеңе болмаса, соларды ғана қалдырады. Туған қаласы бос емес десем, бос еместерді қалдырады. Көбінесе сіз мынау is дегенді пайдаланатын боласыз. Енді бұл көп жағдайда қажет болады. Мысалы, бұл тек туған қаласымен байланысты. Тағы бір фильтр қосайық, ол мына фильтрді басқан кезде мына жерде пайда болады. Айталық мысалға жынысы. Жынысы ер адамдар ғана қалсын бізде. Мына жақта жыныс ер адамдар. Бірнеше фильтрді қоссаңыздар болады. Туған қаласы Жезқазған, одан кейін ер бала десек, соны ғана қалдырады. Туған қаласы Астана, одан кейін ер бала деген сияқты. Туған қаласы Алматы, сосын ер бала десем, ешкімді қалдырмайды. Неге? Өйткені Алматыда туған ер бала жоқ, сол үшін. Так, енді оны тазалайық. Тазалау үшін аны reset дейміз, қайтып. Тағы бір фильтр қосып көрейік. Айталық, мысалы, Олимпиада мұғалімімен фильтр жасайық. Олимпиада мұғалімі кім болсын? Мысалы, жаңағы Ғани деген кісі бар, сол болсын. Мысалы, туған қаласы Ғани, Олимпиада мұғалімі Ғани деген кісі болсын. Енді қараңыздар, мына жерде бір қызық мәселе бар. Мен мына фильтрді өшіре салайын. Так, кешірерсіздер. Мына фильтрді алып тастадым. Басқа бір фильтр қойық, бағанағы жыныс бойынша қойық. Жынысы мысалға ер адамдар деп қойық. Мақта ештеңе жоқ, көріңіз, көкпен жанып тұрған жоқ, сол үшін ештеңе жоқ. Көкпен жанып тұр, осы фильтр қосып тұр деген сөз. Енді қараңыздар, мына жерде екі түйме бар. Reset деген бар, тазалап тастау. Немесе save to everyone деген бар. Save to everyone'ды бассаңыз, онда мысалға осы бет алдындағы сабақтарда көрсеттім ғой, бөлісеміз деп та, мысалы осы бетті. Осы бетті бөліскен адамдарым, мысалы осы бетте біз 2 адам тұрсақ, save to everyone десем, осы фильтр бөліскен адамында да дәл осылай шығып тұрады. Бұл көп жағдайда сізге қажет болуы мүмкін. Мысалы, сіз, допустим, жаңағы бір үлкен база данных істейсіз. Мысалы айталық, сіз баратын қалаларыңыздың списігін істейсіз, достарыңызбен бірге. Одан кейін уже барған қалаларды фильтр жасап тастайсыз. Тек алдымызда баратын қалаларды ғана қалдырасыз. Одан кейін басқаларына сақтасаңыз, басқалары да тек баратын қалаларын ғана көріп отыратын болады да. Бұл енді көп жағдайда сізге керек болады. Мысалы айталық, жаңағы тағы бір properties қосайық. Мысалға, үйіне барған балалар деп жазайық. Үйіне бардық деке, мысалы. Осындай бір пропорция болсын сізде, properties болсын, оны ұстап алып, жылжытуға болады көргеніңіздей. Қысқартуға да болады, бүйтіп алып. Ең басына қойып қойсаңыз да болады. Мысалы, сіз 4-5 мұғалім болып осы бетте іс тоғызаны. Сосын көп сіздерде нерде балалар тұр.
копировать етіп көрейін мен бірнеше істеліне ма. Мысалы көп осындай бала тұр сізде. Қанша бала болды? Астында мұны есептеуге болады. Мұны count all десеңіз барлығын санап береді, қанша бала бар екен. Мына жерде. Мысалы 12 оқушы тұр, сыныбыңызда. Одан кейін сіз мысалы мына баланың үйіне бардыңыз, мына баланың үйіне бардыңыз, мына баланың үйіне бардыңыз, мына баланың үйіне бардыңыз. Сіз енді барғаннан кейін мына баланың бетін өшіріп тастамайсыз ғой. Сізге не істеу керек? Тек неткен балалар ғана керек андай. Үйіне бармаған балаларыңыз ғана көргіңіз келеді. Үйіне барылған, check деген таңдалды, uncheck таңдалмады, таңдалмаған. Үйіне бармаған балалар ғана керек сізге. Басқа мұғалімдер де осыны ғана көріп тұрсын, оны save for everyone-ды басасыз, сақталды. Бірақ анау сіз барған балалар бұл беттен кетіп қалған жоқ, олар тұр. Просто фильтрда жоқта олар. Оларды көру үшін не істейсіз? Мұны алып тастайсыз, тазалау дейсіз. Барлық балалар қайтып келді. То есть сіз тек қана өзіңіз көргіңіз келетін даныларды ғана осы фильтр арқылы тазалап отыруға болады. Бірақ фильтрмен тазалаған кезде алдындағы жаңағы барған қалаларыңыз жоқ, барған балаларыңыздың беттері, олар туралы даны жоқ болып кетті деген сөз емес. Бұл түсінікті шығар. Енді біз нетейік, мына фильтрді өшіріп тастайық. Өшіру үшін мынаны нүктені басасыз да удалить дейсіз. Сосын сохранить для всех дейсіз. Енді қайт фильтрді бассаңыз бәрі тығылып қалады. Одан кейін сортировать етуге болады. Яғни бірінші мыналар тұрсын, екінші мыналар тұрсын деген сияқты. Оны қалай етесіз? Міне сорт. Бұл енді жаңағы Excel'де де бар функция. Сіз айтасыз, гендер бойынша сортировать еткім келеді. Біріншісі маған ұлдар тұрсын ascending, немесе қыздар тұрсын descending деген сияқты. Бұл енді көп тоқталмай қойын. Сорт деген функция түсінікті шығар. Немесе IELTS тапсыратын күндері бойынша, бірінші жаңағы қайсылар тапсырады, солар тұрсын. Одан кейін соңына қарай азая берсін, нете берсін деген сияқты. Осылай өзгертуге болады. Енді ең қызық моменттердің біріне келейік. Мынау сізде, міне, осы база данных Excel сияқты тұр, былай. Не болып? Жаңа клетка болып, өзіңізге бұрыннан таныс түрде тұр. Енді бұны басқа түрде де көруге болады. Дәл осы бетті. Ол үшін не істеу керек? Және ол не? Сіздерге біраз түсініксіз болуы мүмкін. Қалай деген сияқты. Мұнаны әрқайсысын бір папка ретінде ойласақ, әр бетті. Мысалы, сіз папканы былай қойып қойыңызға болады, бірін жанына бірін. Немесе алып, сіз оны бері қаратып қойсаңыз болады, беттерін ашып қойсаңыз болады, әртүрлі қылып. Мынау да дәл сол сияқты. Қазір көрсетем қалай екен. Мынау міне таблица, table деген таблица ретінде тұр мына жерде. Мынау плюсикті бассаңыздар мына жердегі. Онда міне сізге көрдіңіз 6 түрлі вариант береді. Мынаны осы беттерді көрудің. Ең түсініктісінен бастайық. Ең бір түсініктісі бұл календарь. Яғни мынаның таблицаның ішінде бір дата болса, қандай да бір. Мына жерде қандай дата бар? IELTS тапсыру күні деген дата бар. Сол бойынша календарь істейді, ол автомат түрде міне. Календарь қылды, мына жерде астында бүкіл нелері тұр. Данныйлары тұр. Не көрсетіліп тұрсын, Мысалға, шоу календарь бай, сізде 2-3 дата болуы мүмкін. Мысалы, туған күн болуы мүмкін, IELTS тапсыратын күні болуы мүмкін, жаңағы үйіне баратын күн болуы мүмкін, әртүрлі күндер болуы мүмкін. Мына басасыз, осы жерде қанша дата бар, солар тұрады. Қайсысын көргіңіз келеді, соны басасыз. Мен IELTS бойынша көргім келеді. Календарды қалай көрем? Ай бойынша ма, апта бойынша ма? Мен ай бойынша көргім келеді. Сосын бетті ашқан кезде, міне 4 түрлі ашу түрі бар. Бұған біраздан нетейін, пока осы сайт тұра берсін, Сосын окейді басам, данды бастым. Пока жабайық. Енді қараңыздар, естеріңізде болса, мына төбеде таблицаға барайық. Тапсыратын күндер қашан? Майдың 15-і, 17-і, 19-і. Біз қазір апрель айында тұрық мына жерде.
келесі айға өтем, майға. Көргендеріңіздей, мына жерде әр баланың аты тұр. То есть 15-і, 17-і, 19-і міне. 4 қанша баладан, әр күні 4 баладан енді тұр. Бірақ сізге тағы данны көргіңіз келеді, тек қана баланың атын емес. Мысалы айталық, олимпиада мұғалімінің атын көргіңіз келеді. Басқа да заттар болуы мүмкін. Оны қалай көре аласыздар мына жерде? Үстіне басып қажет емес. Бірінші, мына дәл сәл жоғары барасыздар, 3 нүктені басасыздар. Одан кейін көргеніңіз layout. Layout деген осының жаңағы таблица ма, календарь ма, қандай түрде көріп тұр, соны көрсетеді. Ол мен бағанағы сізбен дұрыстаған жеріміз. Одан кейін міне properties деп тұр, көрдіңіз? Properties, мына көздер тұр ғой, бәрі сөніп тұр, көрдіңіз? Өйткені мына жерде ешқайсы көрсетілмей тұр. Мысалы, мынаны бассам, гендерді бассам, оның ер, әйел екенін көрсетеді мына жерде. Одан кейін айталық, мысалы, олимпиада мұғалімін көргім келеді, сол тұрады міне. Жанында айталық, туған қаласын көргім келеді. Осы орындарын ауыстырсам болады мына жақта. Сол жақта көріп тұрғандарыңыздай, мысалға мына жерде, мысалы, mail несі тұр ғой, орындарын ауыстырсам болады бай. Ауыстырсам мына жерде де ауысады. Гендер көргім, олимпиада мұғалімі туған қаласында көргім келмейді. Мысалға, үйіне бардым ба, бармадым ба, соны көргім келеді. Осылай ғана тұрсын. Көргендеріңіздей, оны қалай істедік біз? Мына жердегі 3 нүктені басасыз, propertiesті басасыз. Дәл солай фильтр қойсаңыз болады, бағанағыдай. Мысалы, үйіне бардым. Үйіне бармағандарды ғана көрсетті деген сияқты. Сонда үйіне бармағандарды ғана көрсетеді. Бұл, қайталап айтам, мынау таблицаның басқаша көру түрі. Дәл сол таблица бірақ. Ресеттейін. Дәл сол таблица, бірақ мен бұны календарь ретінде көріп тұрғандарыңызды. Одан кейін, міне жаңа календарды көрдік. Енді лист деген бар, бұл тек қана жаңағы бір не ретінде, список ретінде тұрады. Жерде тек адамның түрлері, нелер тұр, онда өзгертуге болады, не көргім келеді, бәрін көрсек болады. Propertiesті басам, көріп тұрғандарыңыздай, мысалы, олимпиада сол жақта, оң жақта тұрды ғой түрлері. Одан кейін мен, допустим, не көргім келеді, оның жанында телефон номерларым, үйлеріне бардым ба, туған қалаларым көргім келеді, айлс тапсыратын күнін көргім келеді. Мына жерде көрсетіліп тұрмын, көргендеріңіз, таңдағандарым. Немесе бәрін хайт деп тастасам да болады, ешқайсысы көрсетілмейді. Мына жақта көріп тұрған, просто лист болып тұр. Естеріңізде болса, мен бұны осында list view-ді қай жерде қолданатыным, ең бірінші сабақта сіздерге соның бір мысалын көрсеткен болатынмын. Оны сіздерге қалай көрсетейін, оны мына жерден көрсетейін. Естеріңізде болса, оны мен қайда кетті? Articles деген. Мына жерде мен list view қолданатынмын, көргендеріңіздей. Көрдіңіз? Бағанағындай таңдалады, одан кейін мына жерде read дейді, оқығаным, фильтр жасап қойғам ғой, сосын трансферт. Бассам, мысалы, қараңыздар, біреуін басам ғой, кетіп қалды. Неге кетіп қалды деп ойлайсыздар? Өйткені мына жерде фильтр тұр, иә? Қандай фильтр тұр? Оқығандарымды алып таста деген тұр мына жерде. Фильтр. Жақсы. Енді ары қарай өтейік. Листпен таныстық, календармен таныстық. Келесі түріне өтейік. Келесі түрі board view деген бар. Мынаны kanban деп айтады. Естеріңізде болса, басасыздар. И мынау kanban түрінде колонна ретінде көрсетіледі. Мынау қазір менде жыныс бойынша тұр, иә? Әйелдер, сосын еркектер деген. Бұны да өзгертуге болады. Қалай өзгертесіздер? Layout-ты басасыздар. Мына жерде міне card view деген бар. То есть бұлай кішкентай ғана карточка болып тұрсын ба, мынандай не болып тұрсын ба, cover page болып тұр. Ол біз таңдалмаған үшін жоқ. Page cover деген не еді? Сразу көрсете салайыншы. Мына жерде міне үстін басқан кезде естеріңізде болса, мынандай таңдап едік қой. Өзгерті сол ғой. То есть мына жерде айтып тұр. Page cover болсын ба, page ішінде контентті көріп тұрсын ба, то есть ішінде жазылған заттары көрсетіліп тұрсын ба, немесе там жаңағы бір фотолар жүктедік қой, фото бойынша көрсетіліп тұрсын ба деген тұр.
ешқайсысын таңдамай алып тастаймыз. Одан кейін міне мынау карточкалардың размерлері кішкентай, орташа, үлкен, сосын группай. Міне ең қызығы осы, иә. Біз қазір жаңа естеріңізде болса, міне гендер бойынша тұр ғой. Жоқ, мен гендер бойынша істегім келмейді десеңіз, мына жерде басқа түрлер бойынша істеуге болады. Мысалы, олимпиада мұғалім бойынша көрсем болады. Мысалы, мына Атагелдінікі, Думандікі, Ғанидың оқушылары деген сияқты. Немесе айталық туған қаласы бойынша кім Алматыда туған, кім Астанада туған деген сияқты. Енді барлығын жеке-жеке бетіп нетіп отырсаңыздар болады, көрсеңіздер болады. Әдемі цветтермен істеп қоюға болады. Мен көбінесе осындай канбанды қолданам. Бір жұмыс істейтін кезде, мысалы, мынандай туған жері жоқ деген сияқты no filter деген скрывать етіп қоямын. Бұлай өзгертіп отыруға болады, мысалы. Мына жақта өзгерттім ғой, мысалы, мына Саматпен мына атын өзгертіп қойын, түсініксіз болады. Просто Самат Азат дей салайын атын. Айман Азат дей салайын. Екі адам тұр. Екеуін Алматы. Мына жерде өзгертсем, ол таблицада да өзгереді, міне. Көрдіңіз? Өйткені бұның барлығы бағанағы айтқанды бәрі бір зат итак. Бір ғана таблица. Бәрінің просто әртүрлі көру түрлері. Түсінікті шығар. Бұл жерде де бағанағындай, мына жақта тағы бір қосымша данный көргіңіз келсе, мынаны басасыз, propertiesті басасыз, не көргіңіз келді, олимпиада мұғалімін көргіңіз келе ма, телефон номерларын көргіңіз келе ма, бәрін осы жерден жібересіздер. Одан бөлек таблица көрдік, календар көрдік, лист көрдік, борд көрдік. Енді таймлайнды көрейік. Таймлайн деген бұл не? Бұл андай, білмеймін, переводы қалай? Бір линия, уақыт линиясы бойынша. Бүгінгі күнді көрсетіп тұр. Сәл бұлай қарай өтсем, майда бұлай тұр, я, әр қайсыныкі жеке-жеке. Бұл жерде көрдіңіз, әр уақыт бойынша тұрған жоқ. Қиқы-жиқы тұр, жаңағы лист бойынша тұр менде. Оны қалай істеймін? Сорт деймін. Әдемі көру үшін. Жоқ, бірінші нелерін қосайықшы, не көрінеді. Property істеймін. Мына жерде мысалы, не көргіңіз келеді? Мысалы, гендерларын көргіңіз келеді мына жерде. Одан кейін айталық там не болуы мүмкін? Туған қаласы болуы мүмкін. Осы екі затты көргіңіз келеді. Мына жерде сәл былай қарасаңыздар, мынандай стрелочка бар. Осыны бассаңыз, ашылып тұрады. Нелер? Кім екені? Нақты атымен емес, сіз тек бұны немен істесеңіз болады. Мысалы, propertiesке келейік. Көрсеңіздер, таймлайнда көрсетілетін заттарды бағана белгіледік. Тейблді бассаңыз, мына жерде көрсетілетін заттарды көрсетеді. Мысалы, бұл жерде не болуы мүмкін? Мысалы, олимпиада мұғалімі болуы мүмкін осылай. Бірақ әдемі болмай тұр, қиқы-жиқы болып. Оны дұрыстау үшін не істеуіміз керек? Сортты басамыз, не бойынша сортировать етеміз, IELTS тапсыратын күні бойынша. Бәріне сохранить етіп қоямыз. Осы әдемі болып тұр бізде енді. Және ең соңғысы, көруге болатын түрлердің ең соңғы виді қайсысы? Бұл галерея. Галереяны таңдасаңыздар, ол кәдімгідей просто былай лист болып тұрады әртүрлі. Бірақ мынау нені көрсетіп тұр? Мысалы, Айманның бетінің ішіндегі мына заттарды көрсетіп тұр. Көріп тұрғандарыңыз. Саматтың міне бетінің ішінде не бар, соны көрсетіп тұр. Мен олай көргім келмейді. Я былай, мен қалай көргім келеді? Мен аяқта балалардың суретін жүктеп қойдым ғой. Осы сурет бойынша көргім келеді. Оны қалай істеймін? Қайтып басам. Так, layout'ты басам. И міне card view деп тұр, я? Бағанағы істегеніміздей. Page content емес, фото бойынша деймін. Сонда не бойынша болады? Балалардың түрлері бойынша, жаңағы жүктеген суреттерін бойынша. Немесе page content бағана істедік, бағана cover бойынша болуы мүмкін. Біреуіне ғана таңдап едік қой, естеріңізде сол ғана көрсетіп тұр. Жоқ, фото бойынша дейік. Сонда менде әдем әр баланың суретімен үстіп менде бір карточкаға шығады. И бағанағы айтқанымыздай, мына жерде тек аты ғана тұрсын десеңіз сол ғана қалады. Жоқ, басқа затты қосқыңыз келсе, мына қоса бересіздер. Мысалы, гендерді қоссаңыздар болады, үйіне бардым ба, кез келген затты осылай нетіп отырсаңыздар болады. Барсаңыздар, мына жақта міне тоже осы жерден де істей беруге болады. Орындарын ауыстыруға болады. Енді қысқаша айтқан кезде осы бізде жаңағы фильтр не екенін көрдік, қалай сортировать ету керек екенін көрдік, сосын қандай түрлерде көруге болатынын тоже көрдік, я? Қайталаймыз мұны. Таблица түрінде, календар түрінде,
бір лист түрінде, канбан түрінде, таймлайн түрінде және галерея түрінде осы 6 түр бойынша көруге болады. Енді әрқайсысының қолдану жерлері әртүрлі, өзіңіздің ыңғайыңызға қарай болады. Назарларыңызға рахмет. Келесі сабақта біз темплейт туралы сөйлесетін боламыз.